құжатыңызда Сізге барлығы. таныстырдым ғой, мен сізге видео түсіріп жатыр екен деп қайтадан таныстырдым. Иә, хорошо болды, Ербол. Мені не үшін тоқтатып жатсыз? Менің мотоциклімді не үшін айыптырақ алып кеттіңіз, Кавасаки? Өйткені медициналық қобдишамен неңіз жоқ. В общем, аптечка керек, сосын огнетушитель керек. Мен оны қайда салам, братан? Аварийный знак керек. Аварийный знак, мен оны қайда салам, братан? Сізде енді қарастыру керек қой, комплектуыңыз болу керек. 590 ваттың 5-ші бөлігіне көзделген ғой. Сізде мотокөлік болғаннан кейін кез келген жағдай болады, мотокөлік болғаннан кейін. Авариялық жағдай болады. Сол кезде сіз қалай не істейсіз сонда? Ол машина емес қой, бұзылып қалса, жаңағыдай бір орында қозғалмай қалып қоятын. Оны асырып алып жағдай қоясыз. болады, сіз күшіңіз жетпей қалады ол кезде. Брат, знак деген бар ғой, Жағдайыңыз мотоциклге болмай керек қалады, емес. өрт шығады, сол кезде не істейсіз сонда? Өрт шықса не істейсіз? Я сіз құлап қалдыңыз, сізге медициналық көмек керек, сізге дейтін өтіп баратқан адамда медициналық қобдиша жоқ, сіздің мотокөлігіңізде бар болса, сонымен пайдаланып өтіп баратқан кез келген өтіп баратқан адам, сізді көрген адам. Мотоциклда не болу керек па, жаңағыдай багажник болу керек па? Багажник болса, өзіңізде сиденьяның астынан немесе өзіңізде сумка болу керек, сумкаңыз болу керек міндетті түрде. Оғанда огнетушитель сал болу керек па сумкаға да? Өзіңіз енді өзіңізде қауіпсіздігіңіз үшін заңда көзделген, өйткені мен получается бар ғой, брат. Мен получается бар ғой. Сумка тағып алып, арқамада рюкзак асып алып, ішіне огнетушительді өзіңіздің құқыңыз огнетушитель сал болу керекпін ғой. Иә. Мені атнет сіз мотоциклді басқарғаннан кейін, сіз мотокөлікті басқарғаннан кейін, сіз міндеттелесіз уже. Брат, түсіндім, айттың, брат. Енді бір сұрақ қойыншы саған да, қара, денсаулыққа байланысты да, логически просто. Вот мен сумкамен театрымда, допустим, бірдеңемді асып алдым да, ішіне огнетушитель салып қойдым. Мен құлаған жағдайда, ана темір менің арқамды мысалы ойып жүреді да, ол қарастырылмаған ба? Енді огнетушитель үстіне құлайсың ғой. Мотокөлікке былай екі қапталына шығарып қоятын зат бар, қазір көп қой. Ондай болмайды. Сумка ретінде сатылатын заттар бар ғой, мотоциклді басқарғаннан кейін сіз міндеттелесіз, оны дейтін. Бұл сіздің өзіңіздің құқыңыз қай жеріне қою керек деген. Сіз өзіңіз көзделген ғой олар дейтін. Комплектуыңыз болу керек сізде. Бапта жазылған ол дейтін. Thank you.